Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамы талқаннан жент дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен қажеттісі талқан, оған ерітілген сары майымызды осылай құйып, лапатаның көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде мен барлығын көз мөлшерде өлшейтін боламын. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Менің YouTube каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай ортасын сәл ашып алып, сгущенкамызды құятын боламыз. Бұл жерде барлық бір құтылық сгущенка кетеді. Мен бұны екі бөліп, жақсылап араластырып аламын. Сгущенкамды екі бөліп құямын. Міндетті түрде үй жағдайында қолданып көріңіздер, өйткені кез келген қонаққа өте дәмді ас. Осылай лапатаның көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Екінші бөлігін құямын, қалған бөлігін барлығын осылай құйып аламын. Егер лапатаның көмегімен болмаса, қасықпен осылай қозғап алсаңыздар болады. Қазір лапатамен, одан кейін қолмен жақсылап араластыратын боламын. Осылай талқанымыз барлығы жақсы араласуы қажет. Енді ыдысымызды дайындап, мен екі түрлі қып жасайтын боламын. Ыдысымызға салып, тоңазытқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Өйткені ішіне қоспалары талқанға жақсы сіңуі қажет. Сол кезде дәмі өте керемет болады. Осылай қасықпен басып формаға келтіріп аламыз. Арнайы силиконовый формаларға асасаңыздар да болады, түрлі қылып жасасаңыздар болады. Мен осылай салып аламын ыдысқа. Енді екінші бөлігін құрт сияқты домалақтап, осылай шеңбер қылып аламын. Дәл осылай домалақтап, екіншісін сықпа қылып жасайтын боламын. Барлығы құрттың көлеміндей, қараңыздар, сықпа қылып осылай жасап аламын. Барлығын жасап болған соң, міндетті түрде тоңазытқа жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Осылай қойсаңыздар да болады. Бірақ жарты сағат холодильникте тұрғанның дәмі өте керемет болады, өйткені құрамы талқанға өте жақсы сіңетін болады. Міне тоңазыттан жарты сағаттан соң алынды. Енді осыларды пышақтың көмегімен кубиктап, яғни төрт бұрышты қылып кесіп аламын. Міндетті түрде үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер, кез келген қонаққа дастарханға ұсынуға болады. Міне біздің ұлттық тағамымыз жент дайын. Міндетті түрде жасап, комментарий қалдырып, егер ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қалған бөлігінде мен осылай салып аламын. Міне қараңыздар, өте керемет. Қандай қонақ болса да ұсынуға болады. Менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.